Сәлем достар, бүгін сіздермен тез дайын болатын витаминге бай салатты жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Керекті заттар, осы заттар керек болады. Капустамызды тураймыз. Шұлқалатып, майдалап тураймыз. Капустаны турап болып, бір ыдысқа салып, кішкене тұз себеміз да. Қолымызбен езіп қоямыз біраз уақытқа. Енді қалған заттарымызды біртіндеп турап сала береміз. Қызылшаны тураймыз. Көбіктеп турап аламыз. Менде 3 қызылша, 2 картошка, 1 кіші сәбіз, 1 огурцы, суалған огурцы. Кішкене чеснок. Өте тез дайын болады, қайнатып дайындап қойсаңыз болады. Қызылшаны турап болдық. Енді сәбізімізді де дәл солай көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізді, тұздалған қиярды, картошка бәрін осылай турап аламыз. Енді картошкамыз турасақ болады. Енді осы ыдысымызға жаңағы капустаны саламыз. Үстіне турап болғандардың үстіне міне туралған заттарымызды салдық. Енді оның үстіне горохымызды саламыз. Горохымызды салдық міне. Оның үстіне 2 зубчик чесногымызды езіп саламыз. Чесногымызды салдық. Үстіне кішкене тұз себеміз. Көп емес, аздап. Сосын паприкадан кішкене саламыз. Болады. Енді осы қыздырылған майды осы чесноктың үстіне саламыз. 3-4 қасық майдан салсақ жетеді. 4 қасық салдым міне. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Ыдысымызға салып, қазір көрсетейін. Өте дәмді, витаминге бай болған салат. Мінекей. Салатымыз дайын болды, міне. Өте дәмді, жасап көріңіздер.